Абай Құнанбаевтың есімін бүкіл әлем таниды. Ұлы ақын, ағартушы әрі философтың туындылары әлі күнге дейін өзектілігін жойған емес. Дегенмен қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушының жеке өмірі туралы көбі біле бермейді. Абайдың Ділдә, Әйгерім және Еркежан деген 3 жары болған. Ол кезде көп әйел алу рұқсат етілген еді. Үшеуі де бір уақытта ақынның жары болды, бірақ әртүрлі ауылда тұрған. Абай Ділдәға 15 жасында үйленді. Неке жастардың әкелерінің келісімімен қиылған. Ділдә да Абай сияқты текті отбасынан шыққан. Ол Қазыбек бидің ұрпағы, Арғын руының биі Алшынбайдың туған немересі еді. Ақынның екінші жары Әйгерім. Оның шын есімі Шүкіман. Болжам бойынша қант сияқты тәтті деп аударылады. Ал оған Әйгерім деген есімді Абайдың өзі қойған. Қыздың сұлу болғаны соншалық ақын оны Әйкерім деп атап кеткен екен. Абай Әйгерімге 30 жасында үйленген. Олардың жас айырмашылығы 11 жасты құрайды. Әйгерім ақынның ең сүйікті жары болған екен. Абай өз сүйіктісін кездестірген жердегі бұлаққа да қыздың есімін берілген. Әйгерім де текті отбасынан шыққан қыз. Ол ұлт батыры, қазақтарды жоңғарлардан қорғаған Мамай батырдың тікелей ұрпағы. Ұлы ақынның 3-ші жары Еркежан. Ол бастапқыда Абайдың інісі Оспанның әйелі болған. 1892 жылы Оспан қайтыс болғаннан кейін Еркежан әменгерлікпен Абайдың 3-ші жары болып, ақынның өмірінің соңғы 11 жылында Жидебайда бірге тұрған. Олардың ортақ балалары жоқ. Еркежан бірінші некеден туған ұрпағын тәрбиелеген. Еркежанға Құнанбаевтар отбасының мүшелері, қайнатасы Құнанбай Өскенбаевты, күйеулері Оспан мен Абайды, ақынның әйелдері Ділдә мен Әйгерімді жерлеу ауыртпалығы түсіпті. Еркежанның өзі Оспан мен Абайдың зиратына жақын жерде Жидебайда жер қойнына тапсырылды. Ал Ділдә мен Әйгерім Абай тас жолы бойындағы Аралтөбе, Ақшоқы деген мекендерде жерленген екен. Ақынның 2 әйелі 10 бала тапқан. Олардан 19 немере мен 13 шөбере тараған. Олардың 9-ы Ұлы Отан соғысына қатысып, тек 2-і ғана туған жерге аман есен оралған.